Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет әрі дәмді болып шығатын капкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз ыдысымызды дайындап, ыдысымызға 2 жұмыртқаны салатын боламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында тұруы керек. Одан кейін жайлап миксермен араластыра отырып, қантымызды бөліп сала отыратын боламыз. Міндетті түрде бөліп салсаңыздар, сіздердің жұмыртқаларыңыз қантпен бірге өте керемет, воздушный болып шығады. Одан кейін дәл осы массамыздың үстіне сүт және де сұйық майымызды құямыз. Екеуі де бірдей бөлме температурасында тұруы қажет. Жақсылап бір рет миксерлеп аламыз. Одан кейін ситадан өткен ұнымызды саламыз. Ұнымыз міндетті түрде ситадан өтуі керек. Одан кейін қопсытқышымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде өте әдемі және біркелкі масса шығуы керек. Дәл осы массаны мен теңді 2 бөлікке бөліп алдым. Жарты бөлігін мен қызыл бояғышпен боядым, яғни красный бархат ретінде жасадым. Егер де красный бархат ұнамаса, тек какао қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша, бірақ өте дәмді болып шығады. Красный бархатты дәл осылай жасап көріңіздер. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызған пешке саламыз. Осындай формаларымызды дайындаймыз. Формаларды барлық кондитерлік дүкендерде сатылады. Арнайы капкейктердің формасын алсаңыздар да болады. Осылай әр формаға 2-3 ас қасықтан саламыз. Жартылай саламыз, толтырмаймыз, себебі ісініп сыртына ағып кетеді. Өте керемет болып пісіп шығады. Кемінде 30-35 минут уақытыңызды алады. Өте дәмді болып шығады. Одан кейін бірден крем жасауға кірісеміз. Бізге жұп-жұмсақ сары май міндетті түрде бөлме температурасында тұруы керек. Оның үстіне сахарный пудраны қосып, екеуі біріккенше біздің майымыз ағарғанша араластырамыз. Одан кейін тоңазытқышта 6-7 сағат шамасында тұрған творожный сырымызды қосатын боламыз. Екеуін бірге тек 30 секунд қана араластырамыз. Одан ұзақ араластыруға болмайды, себебі ішінде май болғандықтан біздің массамыз іріп кетеді. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Суыған капкейктерімізді аламыз. Міндетті түрде суыған болуы керек. Кондитерлік қапшыққа салып, насадка қойып, осылай әдемі керемет узорлар жасап шығарамыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін барып, бетін әрлеуге кірісеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен кондитерлік конфеттерді осылай жүрек пішіндегі сеуіп шықтым. Жемістермен, шоколадтармен де әрлей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қонақтар келгенде дастарханға ұсынсаңыздар, сіздердің қонақтарыңыз міндетті түрде риза болып кетеді. Себебі дәл осындай капкейктерді жеп көрмеген болса, міндетті түрде жүрегі жаулап алатынына сенімдімін. Іші өте жұмсақ, әрі керемет болып шықты. Маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік, әрі керемет болып шығады. Егер де дәл осы капкейктер ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта қандай керемет рецепттер күтетіндеріңізді жаза қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап сіздермен бөлісетін боламын. Ішкі дүниесін қазір көрсеткім келіп тұр. Өте керемет болып шықты. Маған өте қатты ұнады. Іші сондай воздушный әрі жұп-жұмсақ болды. Міндетті түрде жасаңыздар, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.